жандарым-ау, жалғыз өзім зерігіп осы қанталапай ойын ойнасам ба деп отыр едім. Қайки балдар, сендер қош жақсы келдіңдер. Бәріміз қанталапай ойын ойнасақ қалай болады? Қайки отыра қалайық. Балдар, асықта қанталапай ойыны дегенде қызыл бір түсті қызыл асық болады. Қанталапай болып аталады. Ал енді мына асықтарды шашып жіберіп, бұдан бәріміз жаңағы жабылып қанталапайды жинап аламыз. Сонда кім көп жинайтын болса, сол ұтысқа жетеді. Әрі қанды кім алатын болса. Ал енді осы сендер асықтың түрлерін білесіңдер ме? Мен сендерге осы асықтың түрі туралы айтып берейін. Былай айтқанда, ой жарайтындар, бүк болады, шік болады. Ал енді былай тұрғанда алшы, былай тұрғанда тәуке болады екен. Ал енді мен сендерменен қанталапай ойынын бастап жіберейін. Ой жарайтындар, кәнекей. Мінекей, айын жеңіске жетті, е? Жарайтындар. Ал енді балалар сендер асық ату ойынын білесіңдер ғой? Ертесіңдер асық ату ойын ойнады. Ал мен қыздар, мен басқа ойын ойнағым келіпті. Кәнекей, асық ойын ойнады. Ал кел қызым, отыра. Ал енді қыздарым, сендермен мен бір шекем тас ойынын ойнағым келіп тұр. Шекем тас ойынын қалай ойнайтын сендерге көрсетейін. Ал бұл шекем тас ойыны деген біздің жылдамдығымызды, қыздар сендердің ептіліктеріңді, байқайын шапшаңдықтарыңды және ойларыңның дамуын дамытатын ойын. Кәнекей, шекем тасты былай тасталап, жерге түсірмей қағып аламыз. Көрдіңдер ме қыздар? Ал ойнай аламыз. Жарайды, жалғастыра ғой қызым. Ой, жарайсың айналайын. Кәнекей, қыздар, жүріңдер. Менің сендерге бір сыйлығым бар, сол сыйлығымды бере қояйын. Кейін ойынымызды жалғастыра береміз. Кәнекей балаларым, келе қойыңдар. Менің сендерге ой жарайсың, қандай керемет балаларым. Біздің қазақтың ұлттық ойыны, қанталапай ойыны өте жақсы ойнайды екенсіңдер, асықты жақсы атады екенсіңдер. Ал енді мен сендерге бір әзірлеп қойған сыйлығым бар, соны табыстайын. Мінекей балаларым, сендер еліміздің адал азаматы болып өсіңдер, әрі епті, шапшаң, мықты азамат болып өссін деп, асықтарым алшысынан түссін деген мақсатпенен сендерге алтын асықты табыстаймын. Мінекей ол жас балам ала ғой.